Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеомызда биология пәнінен 1-ші тоқсанға арналған тжб жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма өзен құндызының санының күрт төмендеуіне әкелетін абиотикалық факторды анықтаңыз. Су қоймаларының тартылып қалуы. Д нұсқасы. Екінші тапсырма көптеген ұлуларға тән қасиеттерді анықтаңыз. Бас, бақалшағы бар тұлға және аяқ. Д нұсқасы. Төмендегі суретте екі түрлі ағза берілген. Осы ағзалар қандай белгілері арқылы ажыратылады? А нұсқасы омыртқаның болуы. Яғни осы ағзалар омыртқаның болуы арқылы ажыратылады. Төртінші тапсырма. А тапсырмасы. Өсімдікке фосфор жетіспеген кездегі көріністі көрсететін жапырақтың нөмірін анықтаңыз. Үшінші нөмірдегі жапырақ, өсімдікке фосфор жетіспеген кездегі көрініс. Б тапсырмасы, өсімдік үшін фосфордың маңызын анықтаңыз. Фосфор өсімдіктердің қалыпты өсуі мен дамуы үшін, сондай-ақ олардың көбеюі мен жеміс түзуі процесі үшін өте маңызды. Бесінші тапсырма, төмендегі суретте ұлпа мен мүшелер жүйесі қандай сандармен белгіленгенін анықтаңыз дейді. Төрт санмен белгіленген ұлпа, 6 санмен белгіленген мүшелер жүйесі. Алтыншы тапсырма, берілген суретте қоректік тор бейнеленген. А тапсырмасы, осы қоректік тордағы продуцентті атаңыз. Шөп, жаңғақ, ағаш. Б тапсырмасы, 3 деңгейден тұратын бір қоректік тізбек құрыңыз. Жаңғақ, құс, сілеусін. С. Екінші реттік консументті атаңыз. Сілеусін, құзғын, қасқыр. Жетінші тапсырма. Өз өлкеңізде тіршілік ететін Қазақстан Республикасы Қызыл кітабына енген өсімдік немесе жануарларға мысал келтіріңіз. Қара құйрық, қабылан, шұбар, күзен, арқар және тағы да басқа Қызыл кітапқа енген жануарлар. Сегізінші тапсырма. Берілген суреттерді зерделеңіз. Қарапайым дихотомиялық кілтті пайдаланып, Е әрпімен белгіленген жануарды анықтаңыз. Жануарды қалай анықтағаныңызды көрсететін қадамдарды қоршау арқылы көрсетіңіз дейді. Басталуы. Аяқтар бар ма? Я, бар. 6 аяғы бар ма? Жоқ. 8 аяғы бар ма? Я, бар. Денесі бір бөліктен тұра ма? Жоқ. Сонда бұның жауабы өрмекші. 9-шы тапсырма. Жануар жасушасында суреттерді зерделеңіз дейді 9-шы тапсырмада. Соның 9-асы. Жануар жасушасында кездеспейтін өсімдік жасушасының құрылымдарына атаңыз дейді. Жасуша қабығы, орталық вакуум және пластиттер жануар жасушасында кездеспейді. Б тапсырмасы. Жануар және өсімдік жасушаларына ортақ құрылымдарды атаңыз. Ядро, жасуша мембранасы, цитоплазма. 10-шы тапсырма. Мұғалім оқушыларға мектеп ауласын зерттеуге тапсырма берді. Бір топқа мектеп ауласының көлеңкелі жағын, екінші топқа күнге жағын зерттеуді тапсырды. Зерттеу нәтижесін болжаңыз дейді. Күнге жағындағы абиотикалық факторлар. Күнге жағына жарық сәулесі көп түседі. Ылғалдылық төмен және температура жоғары болады. Өсімдік түрлері. Гелиофиттер, жарық сүйгіш өсімдіктер. Олар құрғақшылыққа төзімді болып келеді. Көлеңкелі жағы. Жарық аз түседі, ылғалдылық жоғары және температура төмен болады. Өсімдік түрлері. Стеогелиофиттер көлеңкеге төзімді және ылғал сүйгіш өсімдіктер. 11-ші тапсырма. Ерте кезде жылан мен жауын құртты бір типке мақұлықтарға біріктірген. Қазір олар неге екі түрлі типке жататынын түсіндіріңіз. Жылан бауырымен жорғалаушы, омыртқалы жануар, қабыршақты теріден тұрады, мүшелер жүйесі күрделі.
Жауынқұрт омыртқасы жануар мүшелері қарапайым. Келесі 12-ші тапсырма. Төмендегі суретте көрсетілген судың қасиетін анықтаңыз дейді. Бұл суретте көрсетілген судың қасиеті судың тығыздығы. А тапсырмасы судың осы қасиетінің табиғатта тірі ағзалар үшін маңызын сипаттаңыз дейді. Мұздың тығыздығы суда тіршілік ететін жануарлар мен өсімдіктерді суықтан, мұз болып қалудан сақтайды. 13-ші тапсырма. Мұхиттағы аралда жанартаудың атқылауы болып, арал лава астында қалды делік. А тапсырмасы сукцессия ұғымына анықтама беріңіз. Табиғи және антропогенді факторлардың әсерінен биоценоздардың бір аймақтан екінші аймаққа қоныс аударуы. Б. Аралда алғаш мекендей бастайтын ағзаларды атаңыз. Аралда алғаш мекендейтін олар жасушалық бактериялар, қына, мүк, шөптесін өсімдіктер. 14-ші тапсырма. Адам экожүйемен тығыз байланыста болады. Адамның экожүйеге кері және оң әсерін анықтаңыз дейді. Оң әсері қоршаған ортаны көгалдандыру, табиғатты таза ұстап, оны қорғау, өсімдіктер мен ағаштарды суару және топырақты қопсыту. Кері әсері табиғатты ластау, ормандарды кесу, өрт қою және жануарларға деген аңшылық. Осымен біздің тжб жұмысымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.